Мен Болатбекова Аяулым Қадыржанқызы, номері 27 жалпы орта білім беретін мектептің қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні мұғалімімін. Экономикалық лицейде қазақ тілі пәнінен 5-ші сынып оқушыларына ашық сабақ өткіздім. Сабақтың тақырыбы жол ережесін сақтаймыз. Сабағымның оқу мақсаты мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру, сын есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу, сын есімді зат есім орнына қолдана білу. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын оқушылармен психологиялық ахуал жүргіздім. Яғни, бір-бірімізбен сәлемдесіп, жылы лебіздерімізді білдірдік. Мен қолданған психологиялық ахуал 5 қол әдісі болды. Түрлі түсті қолдардың ішінде қимылдар орналасқан, яғни сәлемдесу қимылдары. Оқушылар мұғалім атаған қолдың түсі мен ішіндегі қимылды жаттап алып, кейін оларды оқушыларға көрсетпей, қолдардың түстерін атаған кезде оқушылар осы қимылдарды бір-бірімен жасау керек. Әрі қарай сабағымыз үй тапсырмасын сұраумен жалғасты. Үй тапсырмасын бір тұтас тәрбие бағдарламасы аясында ұлттық ойындарды дәріптеу мақсатында асық қоржыны әдісі арқылы сұрадым. Оқушылар тақтадағы асықтарды таңдай отырып, сұрақтарға жауап берді. Қазіргі кезеңде көліктің қандай дамыған түрлерін білесіздер? Ең бірінші Tesla, екінші Toyota, үшінші Lamborghini, төртіншісі Lexus. Келесі сұрағымыз. Төртінші сұрақ. Бала, жылқы мен түйенің қайсысы мықты? Қайсының артықшылықтары бар деп ойлайсыздар? Ал жауап бере ғой. Меніңше екеуі де жақсы, бірақ түйе көп су ішпейді және де Жақсы, рахмет жауабыңызға. Қажет. Көлік адамға А точкасынан Б точкасына жету үшін қажет. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Кеме көлік, жылқы мен түйе ше, сіздердің ойларыңызша? машина, трактор, ұшақ, кеме, олар немелер. Әр балаға жеке-жеке өздерін бағалауға арналған мәре бағалауы таратылды. Бұл бағалауда бала ұпайды алған сайын жылқы бейнесі бейнеленген суретті жылжыта отырып мәреге жету керек. Тақтада көрсетілген суреттер бойынша және мұғалімнің жол сақшысы бейнесін көрсетуі арқылы оқушылар тақырыпты болжады. Тақырып: жол ережесін сақтаймыз. Сабағымыздың оқу мақсаты таныстырылды. Оқушылармен сабағымыздың мақсатына жету үшін 4 түрлі аялдама дайындадым. Оқушыларды аялдамалармен таныстырдым. Бірінші аялдама тыңдалым, айтылым аялдамасы. Екінші аялдама оқылым, жұптық жұмыс аялдамасы. Үшінші аялдама жазылым аялдамасы. Төртінші аялдамамыз топтық жұмыс аялдамасы. Осы аялдамалардан өту арқылы біз бүгінгі сабағымыздың мақсатына жетеміз. Оқушылар ортаға шығып жол белгілерін таңдап алу арқылы топқа бөлінді. Оқушылар өздерінің топтарына жайғасты.
Біздің ең бірінші аялдамамыз тыңдалым, айтылым аялдамасы. Бұл жерде оқушылар экраннан бейне жазба көріп, бейне жазбада не көрсетілгеніне қатысты сұрақтарға жауап берді. Сұрақтарға жауап бергеннен кейін өздерінің бағалау парақтарына ұпай сандарын қосты. Келесі кезекте бізде тілдік бағдар, яғни сын есімнің заттануын оқушыларға түсіндірдім. Кездесе ма өміріңізде бұндай жағдайлар? Кездесе ма жолда? Жақсы. Сіздер қалай өтесіздер жолда? Келесі кезекте бізде тілдік бағдар, яғни сын есімнің заттануын оқушыларға түсіндірдім. Осымен екінші аялдамамызға да келдік. Бізде екінші аялдама оқылым, айтылым аялдамасы. Бұл жерде оқушылар кітаппен жұмыс жасады. Кітапта берілген оқылым мәтіні бойынша тапсырма орындады. Яғни жұптық жұмыс. Оқушылар мәтінді оқыды, оқылым мәтіні бойынша жұппен жұмыс жасай отырып, ақпараттардың дұрыс-бұрыстығын анықтады. Мәтін бойынша оқушылар WordWall платформасы арқылы конструктор әдісі бойынша сұрақ құрастырды. Әр орындаған тапсырмадан кейін оқушылар өздерін мәре әдісі арқылы бағалап отырды. Мәтініміз бойынша дұрыс-бұрыс ақпараттарды анықтаймыз. Бетке орындаймыз. Жақсы, кім болып қоясыз? Келесі аялдама бізде жазылым аялдамасы. Осымен біз жазылым аялдамасына да келдік. QR коды бар сағатта берілген сын есімдерді мағынасына қарай талдау, сапалық, қатыстық сын есімдерге ажырату. Яғни оқушыларға QR коды бар сағат таратылған болатын. Оқушылар ұялы телефондарын алып, QR кодты сканерлеу арқылы тапсырманы орындады. Бұл жерде дәптермен жұмыс және тақтамен жұмыс орындалды. Біреуіміз сапалық сын есім, біреуіміз қатыстық сын есім. Қане, 2 минут уақыт берейін. Әр тапсырманы орындап болған сайын тақтадан
тапсырмалардың дұрыс нұсқасы шығып отырды. Оқушылар өздерін тапсырмасын дұрыс нұсқаға қарау арқылы қате дұрыстығын тауып, өздерін бағалады. Қызыл көйлек, аласа үстел, ащы айран, ауыр жүк. Қатыстық снесінің өнерлі... Әр орындаған тапсырмадан кейін оқушылар өздерін мәре әдісі арқылы бағалап отырды. Оқушылар сабақ барысында демалып сергу үшін тақырыбымызбен байланыстырып, сергіту сәтін дайындаған болатынмын. Оқушылар интербелсенді тақтадағы бейне жазба арқылы қимылдарды қайталап, сергіп алды. Келесі аялдама бізде айтылым топтық жұмыс аялдамасы. Әр топқа берілген мақал мәтелдерден түсіп қалған сөздің дұрысын сәйкестендіру, заттанған сын есімдерді табу керек болды. Әр топқа әр түрлі мақал мәтелдері бар қағаздар таратылды. Әр топ өзінің жұмыстарын ортаға шығып қорғады. Топтық жұмысты біз от шашу әдісі арқылы бағаладық. Оқушылар таратылған мақал мәтелдердің түсіп қалған сөздерін сәйкестендірді. Мақалдың ішінен заттанған сын есімдерді таба алды. Жақсы, тамаша. Келесі. Заттанған снесің қайсы? Жақсы, келесі. Тыңдаймыз балалар. Алланың жақсысы, жаманның жақсы. Бұл жерде заттанған снесің? Жақсы, отырыңыздар. Келесі кезең бізде бекіту кезеңі. Яғни сабағымызды қорытындылау мақсатында оқушыларға бекіту сұрақтары қойылды. Оқушылар
мүдірместен сұрақтарға жауап берді. жетіп қалды. Бағанағы аялдама ені қарай бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін сіздерге сұрақтар қойғым келіп тұр, иә? Жолдан өткенде не істеуіміз керек? Жақсы. Келесі сұрақ бізде бағдаршам істемеген жағдайда қандай әрекет жасайсыз? Иә? Бағдаршам істемей тұрған жағдайда бағдаршамға қарамай бірінші оңымызға сосын солымызға қараймыз да Әр тапсырманы орындап болған сайын оқушылар мәри әдісі арқылы өздерін бағалаған болатын. Енді сабақ соңында кім қандай ұпайға жеткендігін сұрап шықтым. Сабағымыздың соңында оқушылар жол белгілері әдісі арқылы кері байланыс жасады. Сабағымыздың басында оқушылар топқа бөлінгендегі жол белгілеріне сабағымыз ұнады ма? Қандай сұрақтары бар? Қай жерін түсінген жоқ? Соларды жазып, тақтада ілулі тұрған жол қалташасына барып салды. Содан кейін оқушылар тақтада көрсетілген үй жұмыстарын күнделіктеріне жазып алды.